Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді маклюби тамағын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен картопты, сәбізді, кабачки немесе баклажанды осылай ұзынша етіп турап аламыз. Қызып тұрған майда аст-үстін сарғайтып немесе қызарғанша қуырып аламыз. Дәл солай етті де қызартып аламыз. Одан кейін барып үстіне тұзды, қара бұрыш, паприка, дәмдеуіштерді қосамыз. Және кішкене су құйып, етті толықтай пісіретін боламыз. Оған дейін күрішті дайындаймыз. Табаға кішкене сұйық майды құйып, таза етіп жуылған күрішімізді салып, қуырып аламыз. Үстіне тұзды және әдемі түс берсін деп кішкене куркума қостым. Осылай араластырып дайындап алатын боламыз. Және бөлек ыдыста осылай пиязды осынша қалыңдықта турап, бірінші табаның астына бірінші пиязды салатын боламыз. Одан кейін осылай етті салып, үстіне картоп, сәбізді салғаннан кейін кішкене тұз себуді ұмытып кетпеңіздер. Ары қарай кабачкиді де дәл осылай тізіп салып шығатын боламыз. Үстіне осы дайын болып қуырылған күрішімізді салып, лопаткамен осылай нығыздап басып жібереміз. Сонда табақты төңкерген кезде шашылып кетпейтіндей, бағанағы піскен еттен қалған майын осылай құйып жібердім. Және қайнап тұрған ыстық судан 2-3 мм асатындай осылай құйып, 15-20 минуттай астын басып толықтай пісіреміз.